Сіздермен оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы интернетке деректер жіберу. Алдымен интернет дегеніміз не? Соған тоқтала кетсек. Интернет дегеніміз компьютерлік серверлердің бүкіл әлемдік желісі. Интернет желісінде қызметтің алуан түрі бар. Сондай қызметтің бір түрі электронды почта. Бұл интернет арқылы ақпарат алмасу үшін пайдаланатын қызмет. Электронды почтамен жұмыс істеуге арналған арнайы қызметтің түрлері көп. Мысалы, Gmail, Google Mail'ден қысқартылған америкалық Google компаниясының электронды тегін почта қызметі. Қазіргі таңда дүние жүзі бойынша адамдардың басым бөлігі Gmail.com почта қызметін пайдаланады. Сонымен қатар қолданушысы көп қызметтік почталардың бірі Mail.ru почта қызметі. Mail.ru ресейлік ірі байланыс порталы. Кез келген жаңадан бастаған тұтынушы почталық қызметке тіркеліп, өзіне тегін электронды почта жәшігін аша алады. Электронды почта жәшігінің адресі былай көрсетіліп жазылады. Тұтынушының атауы, айқұлақ белгісі, почталық қызметтің атауы. Мысал келтіре кететін болсақ, Intellectum SL бізде бұл тұтынушының атауы жазылады, яғни біздің мектебіміздің атауы. Айқұлақ белгісі, почталық қызметтің атауы mail.ru. Егер біз mail.kz-ге тіркелетін болсақ, мына жерде mail.kz, gmail.com-ға тіркелетін болсақ, яғни қызметтің аты gmail.com деп мына жерде көрсетілетін болады. Ары қарай біз сіздермен mail.kz почталық қызметіне тіркелу жолын қарастырайық. Ал енді сіздермен mail.kz почта жәшігін ашу тіркелу жолын қарастырайық. Ең алдымен сіздің ноутбугыңызде немесе компьютеріңде міндетті түрде браузер болу керек, соны ашамыз. Менде ол Google Chrome. Браузерімізді ашамыз. Іздестіру жолына, шыққан сұхбаттық жолға mail.kz деп жазамыз. mail.kz. Мінекей почтамыз ашылды. Осы жерге жаңадан почта жәшігін ашу деген сілтемені басамыз. Мына жерге email жазамыз. Мына жерге телефон номерімізді жазамыз. Мұнда пароль жазамыз. Паролімізді жазғаннан кейін мына жерге галочка қойып, получить код подтверждения тетігін басамыз. Так. Менің телефоныма код келді. Осыны тереміз. Әлі батырмасын басамыз. Толық аты жөнімізді, толық мәліметтерімізді береміз. Мәліметтерімізді тереміз. Так. Енді тағы да сұрақтар бар екен, мына жерде толтырып жібереміз. Немесе міндетті болмаса толтырмауға болады. Облыс Маңғыстау облысын таңдаймыз. Ақтау қаласын таңдаймыз. Так. Мыналар термей қойға болады. Жүктелу жүрде. Міне, біз сіздермен mail.kz почтасында өзімізге почта жәшігін аштық. Ол ондай қиын емес, өздерің көргендей. Назарларыңызға көп рахмет. Осымен сабағымыз бітті.